Ассалаумағалейкум, ардақты алаш жұрты. Әлем әдебиеті тақырыбына арналған дәрістерімізді одан әрі жалғастырамыз. Бүгінгі әңгімемізде біз 1903 жылғы Нобель сыйлығының 3-ші лауреаты Бернстана Бернсонның шығармашылығына кеңірек тоқталып, қолымыздан келгенше мына норвег драматургының туындыларын, шығармаларын талқылап, өз тарапымыздан оның бағасын беруге тырысып көреміз. Әрине бұл оңай жұмыс емес, өйткені Бернсонның шығармашылығын көп адамдар біле бермейді. Ол аса қазіргі оқырмандарға керемет таныс драматург емес. Сондықтан бұл тарапта, мысалы үшін, біз өз тарапымыздан ізденіп, көптеген дүниелерді ақтардық, бірақ керемет бір мол мағлұматтар табалдық деп айта алмаймын. Әрине, бұл қаламгерді бүгінгі таңда жұрттың көп біле бермеуі әбден ықтимал. Қазіргі кезде шындығында да мына Бернстана Бернсон шығармалары ұмытылуға айналған, көп оқылмайтын қаламгерлердің бірі, драматургтардың бірі. Дей тұрсақ та, өз заманда елдің қызығушылығын туғызған романдары да, бұл жазушының пьесалары да қазір аса көп айтыла қоймайды. Қандай да бір үлкен сыншылардың кітаптарын оқысаңыздар да, бұл туралы дерек кездестіру өте қиын. Ол Европадағы ең дамыған мемлекеттердің бірі, Норвегияда туған. Норвегияда өздеріңіз жақсы білесіздер, мына аса көп халықта тұрмайды, өмір сүрмейді. Мына 2024 жылғы санақ бойынша қазір Норвегияда тұратын халық саны тіпті мына 6 миллионға да жетпейді екен. Ал мынау 20 ғасыр басында Норвегияда өмір сүрген халықтың саны 3 миллионға да толмаған екен. Міне осыдан ақ, мысалы үшін, тек қана санға байланысты емес екендігін елдің дамуының аңғаруға болады. Дегенмен бұл енді қазақтың саны өспесін деген сөз емес. Бірақ осы көрдіңіздер ма, 6 миллионға жуық халқы ғана бар Норвегия бүкіл әлемге танылып отыр, мысалы үшін. Соған қарамастан бұл елдің, мысалы үшін, 4 қаламгері, кешіріңіздер, әдебиет саласындағы Нобель сыйлығын иеленді. Біз бүгін шығармашылығын тілге тиек етіп отырған Бернстана Бернсонды мына Норвегияның атынан ең алғашқы болып Нобель сыйлығын алған бірінші лауреаты. 1920 жылы Кнут Гамсун, 1928 жылы Сигрид Унсет және осыдан бірнеше жыл бұрын, яғни 2023 жылы Юнфосса есімді норвег қаламгері әлемге әйгілі марапаттың иегері атанды. Әрине, бұл жерде әрқайсысына жан-жақ тоқталуға болады. Келешекте біз бұлардың шығармашылығына реті келген кезде, уақыты келген кезде тоқталамыз. Дегенмен аз деген мағлұмат айта кеткенді жөн санап отырмын. Кнут Гамсун керемет жазушы, оның Аштық деген романы бар. Сигрид Унсетті былай танылған, әлемге танылған жақсы жазушылардың бірі. Бірақ қазір Сигрид Унсеттің шығармалары соншалықты керемет оқырмандардың қызығушылығын туғызып жатыр деп айта алмаймын. Осыдан 2 жыл бұрын Нобель сыйлығын алған Юнфосса есімді норвег жазушысы бар. Мен оның бірнеше шығармаларын оқыдым, бірақ шындығын айтсам, одан бір керемет бір үлкен жаңалық көрмедім. Негізі бұл Юнфосса модернистік, постмодернистік бағытта өзінің шығармаларын жазатын қаламгер. Сонымен бірге ол Нобель сыйлығын алған кезде, Нобель сыйлығын алғанына қарамастан, оның шығармашылығын терең талдап жазылған мақалалар біздің көзімізге көп түсе қойған жоқ. 1-2 дүниені ғана көрдік. Енді жарай тақырыбымызға оралайық. Бернсон шығармашылық жолын негізінен мына романист болып бастап, кейін драматургияға ауысқан. Оның мысалы Синевек Сулбакан деп аталатын алғашқы романы норвег шаруаларының өмірінен алған. Жазушының бұл тақырыпқа арнап жазған бірнеше повесі де бар. Негізі мына шаруалардың өмірін өте жақсы зерттеген бұл жазушы. Ол сонымен бірге саясатпен де айналысқан. Бірақ Бернсонды әлемге танымал еткен драмалық туындылар десек, еш қателеспейміз. Егер де мысалы үшін 2003 жылға шолу жасайтын болсақ, сол жылы да мысалы үшін әлем әдебиетінде біраз жаңалықтар болып,
көптеген жақсы шығармалар шындығында да дүниеге келген екен. Енді біз осы тарапта сол 20 ғасырдың басында қандай жақсы дүниелердің келгеніне де аз-кем шолу жасай кетейік. Францияда мысалы үшін ағайынды гонкурлар тағайындаған мықты романистерге беріліп келе жатқан гонкурс сыйлығы бар. Міне осы марапат 1903 жылы өмірге келіпті. 1903 жылы Джон Антуан Ной есімді француз жазушысы «Жаудың күші» романы үшін оның алғашқы лауреаты атаныпты. Атағы соғындай дүркіреген, дардай болғанына қарамастан, сыйлықтың ақшасы аса көп емес, шамамен 10 евро көлемінде ғана ақша. Біздің ақшаға аударғанда, яғни теңгеге шаққанда 6000 теңгеге де жетпейді. Алайда мына дүниеде ақшамен өлшенбейтін құндылықтар да болады. Мына гонкурс сыйлығы міне осындай құнды марапаттардың бірі десек, еш қателеспейміз. Бұл сыйлықтың лауреаты болу, оны еншілеген қаламгердің алдымен Францияда, сосын әлемде кеңінен танымал болып, жарық көретін романына деген сұраныстың күрт артып, мына кітаптарының тиражының еселеп өсуіне өзінің керемет бір игі ықпалын тигізеді екен. Міне көрдіңіз бе, әдебиетті дамытудың ең басты факторы ақша ғана емес. Құдайға шүкір, қазір мысалы үшін Қазақстанда ұлттық әдебиетімізді дамыту мақсатында үкімет тарапынан аз қаражат бөлініп жатқан жоқ, өздерің жақсы білесіздер. Ең өкініштісі, одан шыққан нәтижені әзірше біз көріп тұрғанымыз шамалы. Мысалы үшін өздерің жақсы білесіздер, жастарға арналып гранттар беріліп жатыр. Сондай-ақ мысалы үшін көптеген жаңағы әдеби байқаулар бар, мысалы үшін, онда лауреат болып жатқан, ол байқаудың жүлдегері болып жатқан қаншама ақындар бар, жазушылар бар. Соған қарамастан бір соңғы 30 жылдың ішінде қазақ әдебиетінде әдебиетімізге белес бұрыларлық үлкен ірі шығармалар бүкіл әлем таңғалдыратындай демей-ақ қояйын. Құрбанда қазақ әдебиетінің өлшемінің биігімен есептеген кезде бір оқырманды сүйсіндіріп оқитындай үлкен дүниелер жазыла қойған жоқ. Мүмкін мен қателесетін шығармын, мүмкін менің көзіме ондай дүниелер, ондай кейбір дүниелер түспей жүрген шығар. Дегенмен өз тарапымнан мен мысалы үшін мына әдеби журналдарда шығып жатқан дүниелерді қолымнан келгенше жібермей оқуға тырысамын. Сондағы біздің ең үлкен кемшілігіміз жастардың болсын, басқалардың болсын, мына әлі де мысалы үшін проза жазудың толық игере алмай жатыр біздің қазіргі әдебиетке келіп жатқан жазушыларымыз. Сондықтан бұл жерде тек қана ақша ғана басты фактор болады, ақша ғана бәрін шешеді деп ойлауға болмайды. Үлкен ізденіс керек. Біз мына батыс әдебиетіндегі көптеген үлгілерді үйренуіміз керек. Олардың жазу стилі қандай, олар қандай жаңалық алып келді, осылардың бәрін біз өз әдебиетімізде жаңғыртуға ұмтылуымыз керек. Міне үлкен әдебиетте құбылыс болған кезде, үлкен әдебиетімізде қопарылыс келген кезде әлемнің өзі-ақ бізге назарын аударатын болады. Сондықтан ақша аз болғанына қарамастан, мысалы үшін конкурс сыйлығы жылына бір ғана жазушыға бір рет қана беріледі, және бір ғана қаламгердің өмірде бір рет қана оны алу құқығы бар. Оны қазірге дейін француздардың 121 суреткері алды, лауреат атанды. Ішінде бәрін айтпай-ақ қояйын, ең атақтыларына ғана тоқталайын. Анри Барбюс, Марсель Пруст, Андре Мальро, Марис Дрюон, Симона де Бовуар, Патрик Модиана. Бұл мысалы үшін Патрик Модиана деген жазушы кейін Нобель сыйлығын алды. Жан Ватрен, Мишел Ульбек секілді мына жазған шығармалармен әлемге танылған таланттар аз емес. Ең соңғы рет 2024 жылы Дауд Кемел есімді жазушы конкурс сыйлығын иеленді. Бұл Дауд Кемел есімді жазушыны мен зерттеп көрдім. Бұл мұсылман отбасында тәрбиеленген жазушы екен, Алжирде өмір сүрген, Алжирде туған, кешіріңіздер, бірақ француз тілінде жазады өзінің шығармаларын. Енді жаңа көріп отырсыздар ғой, мысалы үшін Анри Барбюс деген француздардың мықты жазушысы. Шындығында да оның соғыс тақырыбында жазған романдары өзінің шынайылығымен, соғыстың шындығын бере білген шеберлігімен ерекшеленеді. Немесе мысалы үшін Марсель Прустты алайық, Марсель Прустта мысалы үшін жоғалған уақытты іздеу деген 7 томнан тұратын роман арқылы бүкіл әлем әдебиетінде үлкен төңкеріс жасады. Модернистік прозаның дүниеге келуіне өзінің үлкен септігін тигізді. Мына Марсель Прусттан бастап модернистік бағытта жазатын жазушылардың жаңағы
лек-легімен келе бастады әдебиетке. Міне көрдіңіздер, мына Гонкурс сыйлығының ақшасы аз болғанына қарамастан, міне осындай керемет талантты қаламгерлер оны иеленген. Францияның ең атақты Гонкурс сыйлығы дүниеге келген 1903 жылы француздардың атақты жазушысы, әрі мәдениеттанушы Рамен Ролланның Бетховеннің өмірі атты кітабы да жарық көрген екен. Ал 1901 және 1902 жылдары француздардың фантаз жазушысы Жюль Верннің Ауадағы ауыл, Жан-Мари Кабуделеннің тарихы, Ағайынды Кип атты 3 романы, ағылшын жазушысы Редьярд Киплингтің Ким деп аталатын романы, шытырман оқиғалы шығармалар жазатын ағылшын қаламгері Генри Райдер Хаггарттың Лейден аруы романы, түрлі жанрда 90-нан астам кітап жазған Америка қаламгері Элтор Синклердің Мидас патша романы жарық көрген екен. Бұлардың мен бәрін сіздерге қандай дүниелердің әлем әдебиетінде жаңалықтардың болғанын таныстыру үшін айтып отырмын. Орыс әдебиетінде де түрлі жаңалықтар болған сол кездерде. Мысалы, орыс жазушылары Антон Чеховтың Архиерей, Леонид Андреевтің Тұманда әңгімесі, сондай-ақ Викентий Вересаевтың Дәрігердің жазбалары повесі, Америка қаламгері Генри Фуллердің Доктор Гауди мен Асқабақ, О'Грейди Гринстаунға қарсы, Эбнер Джойстың Құлдырауы повестері, сондай-ақ Артур Конан Дойлдың өздеріңіз білесіздер атақты бас кердейлі иті атты детективтік повесі, жапон жазушысы Кафунагайдың Тозақтың гүлдері повесі де 1901 және 1902 жылдары жазылған екен. Бұдан басқа да көптеген әрине дүниелер, жақсы дүниелер сол 1901-2 жылдары жазылды. Повестер, романдар, әрине олардың бәрін сіздерге мынау интернетті ақтарып көрулеріңізге болады, танысуларыңызға болады. Дегенмен тек қана проза мен жаңағы роман жазуда ғана емес, әңгіме жазуда ғана емес, әлемдік драматургияда да зор табыстар болып, шығармаларын француз тілінде жазған Бельгия қаламгері, драматург және философ Марис Метерлинктің Аралардың өмірі философиялық эссесімен қасиетті ғибадатхана атты тарихи драмасы да сол кезде дүниеге келіпті. Негізі Марис Метерлинк 20 ғасырдың басында өлімді еңбек еткен, жаңашылдығымен әлемге танылған сирек таланттардың бірі. Идеализм мен символизм оның драмаларында әдемі үйлесімділік табады. Негізінен Метерлинктің Зағиптар, Бақыт құсы символистік драмаларын сыншылар өте жоғары бағалап, олар әлі күнге дейін театр сахналарында қойылып келеді. Оны әлі күнге шейін Метерлинктің дүниелерін көптеген адамдар тамашалап жүр. Әсіресе маған Метерлинктің Зағиптар деп аталатын символистік драмасы өте қатты ұнайды. Бір актылы пьеса, бірақ осы пьесаны қазір қарап отырсаң, дәл бүгінгі біздің өмірімізді көрсеткендей болып көрінеді маған Метерлинк осы пьесасы арқылы. Қазір де біздің бүкіл қоғам соқыр болып қалған сияқты, өзінің бағыт бағдарына адасып. Сондай-ақ Максим Горкийда Түнекте деп аталатын жаңағы На дне деп орысшасы На дне ең әйгілі пьесасын 1902 жылы жазыпты. Бұл жерде бір нәрсені мен сіздерге айта кеткім келеді. Біз көп жағдайда мысалы үшін Максим Горкийді пролетариат жазушысы деп қана танимыз, бірақ шындығында ол олай емес. Максим Горкий негізі пролетариат жазушы болғанға дейін өте мықты көптеген мықты шығармалармен, әңгімелермен, дүниелермен, туындылармен әлемге танылған бірден бір орыстың жазушысы. Мысалы үшін 20 ғасырдың басында әлемдегі батыс Европада Максим Горкий ең көп шығармалары оқылған суреткерлердің бірі болған. Әрине, кейіннен Максим Горкий жазу машығын өзгертті, нағыз социалистік реализм жазушы болып кетті. Міне осы кезден бастап әрине оның идеология оның шығармашылығына кері әсерін тигізді. Әсіресе Мать Ана деп аталатын романынан кейін ол таза социалистік жазушы болып кетті. Бірақ соған қарамастан, мысалы үшін оның мынау социалистік жазушы болғанға дейінгі шығармаларындағы тереңдікті, суреткерлік шеберлікті жоққа шығара алмаймыз. Сондықтан На дне деп аталатын бұның пьесасы да, драматургиялық шығармасы да 20 ғасырдың басындағы сол замандағы шындықты, аш шындықты, халықтың тұрмыс тіршілігінің қалай тиықтап кеткенін керемет шеберлікпен жеткізген
пьеса деп айтсақ еш қателеспейміз. Сонымен бірге мына француз жазушысы Ромер Ролланның 14 шілде, уақыт келеді, мына Антон Чеховтың Шие бағы, Октав Мирбоның Ақшаның билігі пьесалары да осы кездері дүниеге келіпті, яғни 1901-1902 жылдары. Бір сөзбен айтқанда 1901 және 1902 жылдары әлем әдебиетінде Нобель сыйлығын алуға лайық көптеген шығармалар бір қарағанда жазылыпты. Бірақ неге екені белгісіз, 1903 жылғы әдебиет саласындағы Нобель сыйлығы норвег драматургы Бернсонға бұйырды. Кешіріңіздер, кейде тілімде келмей жатады. Бұл есімді атауға әрине бүгінгі күннің көзқарас тұрғысынан қарап, осы тұрғыдан бағаласақ, Нобель сыйлығының 3-ші лауреаты норвегтердің ұлттық мақтанышына айналған қаламгері Бернсонның шығармашылығын түрлі баға беруге болады, түрлі тұрғыда оған пікірлер айтуға болады. Оған арасында да жаңа ғана біз басында айттық дәрісіміздің, ол қазір жұрттың көбіне бейтаныс, шығармаларында аса қатты сұранысқа емес ақын әрі жазушы, драматург. Нобель сыйлығының тұңғыш лауреаты Сюлли Прюдом сияқты, ол да мына жазған дүниелері уақытсыз сынның сүзгісінен өтпеген, шығармалары ұмытыла бастаған қаламгерлердің бірі. Неге мысалы бұл сыйлық 20-ші ғасыр басында атағы дүрілдеп, жаңа драматургияның негізін салған норвегтердің әлемге танылған ұлы қаламгері Генрих Ибсенге берілмеді? Егер де мысалы үшін әділіне жүгінсек, Ибсен шын мәнісіндегі өз дәуірінің ең бірінші, тіпті ұлы драматургы болды. Норвег қаламгерінің пьесалары, мысалы үшін Марис Метерлингтің, Август Стринбергтің, тіпті Антон Чеховтың, Кнут Гамсунның шығармашылығында игі ықпалын тигізді. Әсіресе мысалы Пер Гюнт атты туындысы жаңашылдығымен әлем көрермендерін таңғалдырды. Өз басым Генрих Ибсенді театр өнеріндегі модернизмнің негізін салған драматургтердің қатарына толық сеніммен қоса аламын. Бір қарағанда 1903 жылда ол да Нобель сыйлығына үміткер номинанттардың бірі болыпты. Дегенмен осы жерде тақырыбымызға қатысты бір шындықтың бетін ашып, шамамыз жеткенше неліктен атақты сыйлықтың Бернсонға бұйыруының себебін өз тарапымыздан түсіндіріп беруге тырысып көрейік. Жалпы Нобельді ғана емес, қандай да болсын бір атақты сыйлықты әдебиеттің нағыз өлшемі ретінде қабылдау түбегейлі қате пікір. Кейде мысалы оны нағыз таланттардан гөрі түрлі себептерге, түрлі жағдайларға байланысты айтуға тұрарлықтай шығармалар жоқ ақын жазушылар, драматургтар да еншілеп кетіп жатады. Көп жағдайда мұндай жоғары марапаттарды сол кездері көтерген тақырыбы оқырмандарды қатты қызықтырғанымен, уақыт өте келе ескіріп, өзекті болмай қалатын шығармаларды жазған қаламгерлерде еленіп кетеді. Сонымен бірге, мысалы кейде ақын немесе жазушының саясаттағы беделі мен қоғамдық белсенділігінің де зор қызмет атқарып кететін кездердің болатын жасырын емес. Мұндай да жағдайлар болады. Кей жағдайларда мысалы үшін оның бір қоғамдағы белсенділігі, саясаттағы оның көзқарасы да осы Нобель сыйлығын алуға себепкер болады. Мәселенке, мен сіздерге бір күлкілі жағдай айтайын. Біреу білер, біреу білмес. Мәселенке, Англияның ең ұлы премьер-министрі Уинстон Черчилльді Нобель сыйлығын алған. Бір қызығы, ол Черчилль Нобельдің мысалы үшін бейбітшілік үшін дегенде сыйлық бар ғой. Ол сыйлық емес, ол номинациядағы сыйлық емес, әдебиет саласындағы сыйлығын Черчилльге берілген. Енді Черчилльдің жақсы публицист екенін білеміз, жақсы саясаткер екенін білеміз, әлемге танылған ұлы саясаткер екенін білеміз. Бірақ енді Черчилльге әдебиет саласындағы Нобель сыйлығын беру дегеннің өзі бір күлкілі жағдай ғой, мысалы үшін. Ол бәрібір ол Толстой сияқты, Чехов сияқты көркемдік шығармалар жазған, ондай тереңдігімен бүкіл адамзат таңғалдырған образдар жасаған жазушы емес қой. Біз айтып отырған сөзіміздің белгілі бір дәрежеде Нобель сыйлығын алған Норвегия мемлекетінің қаламгері Бернсонға да тікелей қатысы бар. Енді осы айтылған жағдайлардың негіз себептерін талдап, жан-жақты тоқталайық. 19 ғасырдың аяғында Норвег халқы шығарып, ел арасында мәтел болып кеткен Бернсонның есімін айту ұлттық туымызды көтергенмен пара-пар деген сөздер бар. Бір қарағанда жазушыны ұлтының туына теңеу өз заманы үшін
мына Бернсонның қандай ірі мемлекетшіл тұлға болғанын айқын аңғарта түскендей. Белгілі қаламгер тек мысалы шығармашылықпен ғана айналысқан суреткер ғана емес, сонымен бірге Норвегияның тәуелсіздігі, Скандинавияның ынтымағы үшін жанын салып беріліп күрескен ірі саяси қайраткер де болды. Алғашқылардың бірі болып, ол мысалы үшін бүкіл Европада бейбітшілік орнату үшін үлкен жұмыс істеп, елеулі еңбек сіңірді. Ақын даусының жаңғырығы Норвегия жұртына ғана емес, батыс халықтарының бәріне жетті. Мысалы, орыстың ұлы жазушысы Лев Толстой оған зор құрметпен қарап, одан бейбітшілікпен ізгілік тұлғаның кемелдену үшін күрескен өз жақтасын көрді. Суреткердің атында аю деген ұғымды білдіретін Бьорн деген сөз бірнеше рет қайталанады. Солтүстіктің ауа райы дін қызметшісінің ұлын шынықтыра түсті. Бала күннен ол жаңағы жұрттың тұрмыс тіршілігін бақылап, көріп, қарапайым халыққа жақын болды. Шығармашылығы арқылы отандастарын тәрбиелеуге, жүректерінде ізгіліктің шырағын жағуға ұмтылды. Шындық деген сөзді айтқанды Бернсонның жаны сондай керемет жақсы көрді. Ол замандастарына ақиқатты сүюге үйреткісі келді. Бірақ ол үшін өзіңде ақиқатпен өмір сүруге тиіссің. Ақын үнемі мысалы қарапайым адамдардың мұң-мұқтажын көріп, оларды шын бақытты етудің жолдарын іздеді. Жаңару айы деп есептеп, сәуірдің негізінде жақсы көрді.